Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Жақсы. Балалар қандай ұлттық ойындарды білеміз? Жақсы балалар. Ондаша біз қазір осы ұлттық ойындардың бірі қанталапай ойынын ойнаймыз, иә? Ол үшін бізге не керек? Асық керек. Мына қоржынның ішінде не бар балалар? Асық бар. Ал біз асықты қайдан аламыз? Мына үлкен асықты сақа дейді, иә балалар? Сақа дейді. Енді қазір қараңдар, осы сақа ең ірі үлкен асық. Асықты ату үшін пайдаланатын үлкен асықты сақа деп атаймыз, иә ме? Жақсы балалар. Енді қазір асықты иірген кезде асықтың жерге түскен бетін қалай айтатындарын айтып отырамын. Қайдалап отырыңдар балалар, жақсы ма? Былай түскен кезде алшы дейміз. Алшы. Егер де асық былай түссе, бөк дейміз. Былай түссе, шек дейміз. Шек. Былай түскен жағдайда тәйкі дейміз. Тәйкі. Жақсы балалар. Енді біз қанталапай ойын бастамас бұрын бір қанасық сайлап аламыз. Қанасық сайлап аламыз мынандай. Осы қанасық кімге барады, сол бала ойынды бірінші бастайды. Жақсы ма балалар? Оңаша бастаймыз, ал кеттік. Талапай, ал талапай, басталды ойын алақай. Ал жинап аламыз асықты. Ал жинаған асықтарымызды торбамызға саламыз, қоржынға саламыз. Енді қанталапай ойынын бастау үшін біз нарадағы шеңберге әркім өз қоржынынан асықтарды алып тізуіміз керек. Ал тізейік балалар, жүріңдер. Қанталапай ойынын бастау үшін қанасық кімде екенін біліп алайық. Қанасық кімде? Зереде ма қанасықты көрсет? Иә, қанасық зереде екен. Ондаша ойынды зере бастайды. Ал баста. Ой, тамаша. Келесі. Атам берген асықты жинай бердім қоржынға, саны 100-ден асықты бәрі міне орнында. 1, 2, 3 қане алшыңнан түс. 1, 2, 3 сақам көрсет. Балалар, қанталапай ойынның жеңімпазын анықтау үшін қоржындағы асықтарымызды санаймыз. Ал қоржындағы асықты төгейік.